Бүгінгі сабағымызда Қазақстандағы қазақ әскери отаршылдығын қарастыратын боламыз. Жалпы қазақ деген ұлт және казак деген ұлт бар. Екеуінің айырмашылығы тек қана Қ және К деген әріптерінде ғана. Енді Қазақстандағы қазақ әскери отаршылдығы бойынша Қазақстан территориясында 4 казак әскери топтары орналастырылған болатын. Олар бізде Орынбор, Жайық, Сібір және Жетісу. Казак әскерлері Қазақстан территориясын отарлаған кезде тек қана әскери жүйемен ғана емес, басқа салалармен де отарлау жүйесін жүргізген болатын. Олар ең бастысы негізгі міндеттері инженерлік бекініс құрылыстарын, жолдар, көпірлерді салу және оларды жөндеу мәселелерімен қоса негізгі міндеттеріне орманнан ағаш кесу және оны тасып жеткізу, почта қатынасы көліктерін қорғауда қамтамасыз ету олардың негізгі міндеттеріне жатқызылатын. 1835 жылға дейін казактар әскери қызметтің өмір бойы жалдану тәртібімен атқарып келген болатын. 1835 жылғы, яғни 19 ғасырдың ортасына қарай олардың әскери саладағы негізгі мерзімі 30 жылдық мерзімге белгіленген болатын. 19 ғасырдың орта кезінде соғыс уақыттарында жалпы Ресей казактары 160 мыңға дейін өздерінің әскери жүйедегі жауынгерлік жасақтарды жасақтай алған болатын. Олар негізінен әскери, яғни жауынгерлерді екі негізгі саясат бойынша толықтырып отырған болатын. Құрамын ең біріншісі тұтқынға түскен сарбаздар арқылы, екіншісі құрамына басқа орыс емес ұлт өкілдерінің келіп қоныстануы және олардан әскерлердің өзіне казактар құрамына қосу арқылы. Ол біріншісі тұтқынға түскен сарбаздар, басқа ұлт өкілдері, яғни шведтер, француздар және поляктар арқылы. Ал екіншісі казактардың қатарына орыс емес халықтардың өкілдері, татарлар, башқұрттар және қалмақтар арқылы өздерінің казак әскерлері жауынгерлік құрамды толықтырып отырған болатын. Әрі қарай бізде жаңа 4 казак әскери жүйе бойынша ең біріншісі Жайық казактары. Жайық казактары ең алғашқы елді мекендері 16 ғасырдың қазіргі Қазақстанның солтүстік батыс бөлігінде, нақтырақ айтқанда Жайық өзенінің бойында пайда болған болатын. Мәскеу мемлекеті, яғни патша үкіметі Жайық казактарына оңтүстік шығыс шекараны қорғау және әскери отарлау міндетін жүктеген болатын. 1773-1775 жылдары Емельян Пугачевтың көтерілісі кезінде Жайық казактары бұл көтеріліске қатысқан болатын. Жайық казактардың әрбір казактың 80 десятинадан жер телімі болған. Жыл сайын 300 мың басқа дейін қой сата алатын Жайық казактары. Бұлдан байқауымызға болады, мал шаруашылығының қой саласы өте жақсы Жайық казактарына дамығандығын байқаймыз. Жайық казактарының тіліне қазақтардың баспақ, дөнен, нар, тымақ, жасауыл сияқты бірқатар сөздері сіңісіп кеткен болатын. Осы сөздерді Жайық казактарының өмірінде қолданылатындығын байқауымызға болады. Екінші, Жайық казактарынан кейін Орынбор казактары. Орынбор казактары бізде 1748 және 1755 жылдар аралығында құрылған болатын. Бұл Орынбор казактары Жайық казактарының айырмашылығы өз беттерімен емес, патша үкіметінің бастама көтеруі бойынша арнайы мақсатпен құрылған болатын. Осы арнайы мақсатпен құрылған казак тобы ол бізде Орынбор казактары. Орынбор казактарының негізгі ұйытқысы Самара, Уфа, Алексеев және Есет казактары болған болатын. Сонымен қоса Ставрополь қалмақ әскерлері де Орынбор казактарының
жауынгерлерінің құрамына қосылып отырған болатын. 1755 жылға дейін Орынбор казактары құрылғаннан кейін 1840 жылы Орынбор казак әскерлері туралы ереже шыққан болатын. Енді Орынбор казактары қалаларда казактардың небәрі 2 ғана пайызы тұрған болатын. Орынбор казактары бізде бүкіл Ресейге және одан да тыс жерлерге кеңінен танымал болған Орынбор шәлісі, яғни орамалы, бөкебайы, бетперделері мен қолғаптары солардың қолымен тоқылатын. Осы Орынбор казактарының басты айырмашылығы негізінен өздері қолмен тоқып алатын болатын. Ал енді жайық казактарының басты айырмашылығы олар патшаның үкіметінің, яғни Ресейдің арнайы бұйрығымен құрылған болатын Орынбор казактары. Үшінші, ең алдымен бізде жайық казактары қарастырылдық, Орынбор казактарын, енді үшінші бізде Сібір казактары. Сібір казактары туралы көптеген мәліметтерді байқауымызға болады. Сібір казактары 16 ғасырдың аяқ кезінен бастап Сібір әскери бекіністерінде күзет қызметін атқарған болатын, яғни Сібір жерінде. Сонымен қоса 18 ғасырда Батыс Сібірдің оңтүстігінде бірқатар шекаралық бекініс қамалдарды өздері салып бой көтергізілген болатын. 1808 жылы Сібір казактары Сібір шекара шебінің казак әскерлері деген ресми атқа ие болған болатын. Ал оған дейін 1808 жылға дейін Сібір казактары деген ресми атауға, яғни шекара аймақты басқару саласына патша үкіметі қатты мән бермеген болатын. Казактардың қатары солдаттардың, ержеткен балаларының, саяси жер аударылып келгендермен башқұрт, мешіряқтардың және дон казактардың есебінен толықтырылып отырған болатын. Яғни бұл жерден нені байқаймыз? Әрбір казак әскерлерінің жауынгер құрамына, әскер қатарына әртүрлі саясат арқылы өздерінің сарбаздардың санын көбейтіп отырған болатын. Сібір казактарының әрқайсысына тиесілі жер телімінің көлемі орта есеппен алғанда 30 десятина жерді құрайды. Казактар Ертістің оң жағалауындағы Долон, Шульба және Қарағайлы ормандарында еленген болатын. Сібір казактарының әскердің негізгі штабы Омбы қаласында орналасқан. Сібір казактарының тарихын, олардың Ертіс бойындағы казактармен қарым-қатынасын зерттеумен белгілі тарихшы және өлкетанушы генерал Катанаев айналысқан болатын. Осы Катанаев зерттеуі арқылы Сібір казактары мен қазақ ұлтының арасындағы көп байланыстардың ұқсастығын және де олардың тарихтарын, этнографиялық жақтарын көптеген мәліметтерді кездестіруімізге болады. 19 ғасырдың аяқ кезінде Сібір казак әскерлері екі облысқа, олар біздегі қазіргі Қазақстанның солтүстігіндегі орналасқан Ақмола облысы және шығыс Қазақстанда орналасқан Семей облысында орналастырылған болатын. Олардың тағы бір бөлігі Томск губерниясының Бийск округына жайғастырылған болатын. Негізгі Сібір казактарының Қазақстан территориясында Ақмола мен Семей облыстарында орналастырылған. Шекара шебінің темекісі махорка бүкіл Сібірге кеңінен таралған болатын. Осылай жалпы Сібір казактары туралы негізгі мәліметтер. Және ең соңғы төртінші отаршылдық жүйені Қазақстан жеріне жүргізген казак әскерінің. Ол бізде жетісу казактары. Жетісу казактары 1867 жылы Сібір казактарына жасақталған болатын. 1867 жыл қосымша айта кететін мәліметтің бірі Қазақстан жерінде екінші үлкен реформа жүргізілген болатын. Екінші Александрдың басқаруы бойынша жетісу казактары негізінен Бұхара әмірлігін, Қоқан, Хиуа, Түркменстанды бағындыруда
және ұлт азаттық көтерілісті басуда ерекше белсенділік танытып отырған болатын. Өзін-өзі басқарудың басты органы сход жиыны маңызды рөл атқарған болатын. Жетісу казактары Сібір казактары сияқты өздерінің әскери құрамын жауынгерлерді толықтыру саясатында жүргізген болатын. 19 ғасырдың аяғында Ертіс шекара шебінде 100 мыңға жуық қазақ жаудары жұмыс істеген. Бұны нені байқаймыз? Яғни казак әскерлері Қазақстан территориясының отаршылдық саясатын жүргізді. Сонымен қатар осы жүргізу барысында қазақтар казактарға жалданып жұмыс істегендігін байқаймыз. Ал санын сұрайтын болса, бізде 100 мыңға жуық. Және тағы бір ескеретін жағдайын мәліметтің бірі, Петропавл маңында бау-бақша өсірумен айналысатын тұтас казак поселкелері құрылған болатын. Ал бұл суретте бізде Көкшетау уезіндегі татарлардан шыққан Сібір казактары. Сібір казактарының Қазақстанның солтүстік аймақтарына, көбінесе Көкшетау уезіне әкеліп қоныстандырған болатын. Осылай бізде бүгінгі сабағымызда толығымен казак әскерлерінің, яғни Жетісу, Жайық, Орынбор, Сібір казактарының Қазақстан территориясын отаршылдық саясатының жүргізу мәселесі және де олардың әрбіреуінің әскерлерінің жасақталу мәні мен ерекшеліктеріне толығымен тоқталып болды.